Сәлеметсіз бе? Бұл бейнероликте біз діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың орналасатын жерін бекіту туралы шешімді электрондық үкімет порталы арқылы қалай алуға болатынын айтып береміз. Бұл қызмет eLicense.kz электрондық лицензиялау порталында көрсетіледі. eLicense.kz порталында қызмет алу үшін сізге тіркеулік жазба қажет. Порталға тіркелу үшін есіміңіз бен электрондық поштаңызды енгізіңіз. Содан кейін құпия сөз ойлап тауып, электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойыңыз. Егер сізде тіркеулік жазба бар болса, сәйкестендіру нөмірі мен құпия сөз комбинациясын немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны қолданып кіріңіз. Іздеу жолағына қызмет атауын тереміз. Қызмет көрсету тегін және жергілікті атқарушы органдармен жеке және заңды тұлғаларға, сонымен қатар жеке кәсіпкерлерге көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 23 жұмыс күні. Бұл бейнероликте біз заңды тұлға атынан қалай лицензия алу керектігін қарастыратын боламыз. Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі. Электрондық құжат нысанындағы өтініш. Көрсетілген қызмет алушы қол қойған діни әдебиетті, діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың орналастырылуы туралы еркін нысандағы негіздеме анықтаманың электронды көшірмесі. Меншік иесінің үй-жайды, діни әдебиеттерді және діни мазмұндағы өзге ақпараттық материалдарды діни мақсаттағы заттарды тарату үшін пайдалануға рұқсат етуге келісуі туралы хатының электронды көшірмесі. Қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басамыз. Пайда болған бағанда біз қалаған өңірді таңдаймыз. Мысалы, Алматы және оның лицензиярын атап өтеміз. Содан кейін бізде өтініш нысаны жүктеледі. Барлық жолдарды толтырамыз. Заңды тұлғаның толық атауы, өкілдің деректері, мекен жайы және байланыс нөмірі. Содан кейін жаңа нысан ашылады. Ол жерде біз үй-жай иесінің деректерін енгіземіз. Кадастрлық нөмірді жазған соң жүйеде барлық мәліметтер жүктеледі. Деректерді пайдалануға келісім береміз. Толтыруды тәмамдағаннан соң келесі батырмасын басып, осы қызметті алудың бірінші бетінде сұралған барлық қажетті құжаттарды жүктейміз. Барлық құжаттар жүктелгеннен кейін, біз өтінішімізге электрондық цифрлық қолтаңба көмегімен қол қоюға кірісеміз. Өтініштің мәртебесімен жеке кабинетте таныса аласыз.